Сәлем біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк пен подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Биыл желтоқсанда мерекелерге байланысты біршама өзгеріс бар. Мерекелердің жаңартылған күнтізбесі мынадай. Желтоқсанда қазақстандықтар 21 күн жұмыс істеп, 10 күн демалады. 1 желтоқсан тұңғыш президент күні демалыс болмайды. Ол мемлекеттік мерекелер қатарынан алып тасталды. Енді ол мемлекеттік рәміздер күні, алғыс айту күні сияқты атаулы даталарға және әлеуметтік мәні жоғары әлеуеті бар басқа да даталарға ұқсас болып қалдырылды. Биыл 1 желтоқсан бейсенбіге сәйкес келеді және толық жұмыс күні. Сондай-ақ биыл тәуелсіздік күніндегі демалыс күндері қысқарды. Енді мереке тек бір күн, 16 желтоқсанда тойланады, ал 17 желтоқсан жұмыс күні болады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.